Белгілі ғалым Элиот Арнсонның көпке ұмтылған жалғыз әлеуметтік психологияға кіріспе атты еңбегі әлеуметтік психологияның жаңа қырларын ашады. Бұл оқулық адамның сыртқы ортаға бағынуы, жағдайға мойынсынуы, өзін өзі ақтап алуы, көзсіз сенімге еруі, ұнатуы, ашуға бой алдыруы, үгіт-насихат жетегінде кетуі сияқты маңызды факторларды нақты мысалдар арқылы саралайды. Давид Майерс пен Жан Туэнждің әлеуметтік психология оқулығының 12-ші басылымы аталған пәннің негізгі бағыттарын толық қамтиды. Кітапта күнделікті өмірде кездесетін әлеуметтік құбылыстардың психологиялық астары жан-жақты қарастырылған. Өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістемесі, білім алушыларға рухани адамгершілік құндылықтардың мәні мен маңызы туралы түсінік бере отырып, оларға қазіргі оқыту жүйесіндегі адамгершілік көзқарастар, тұлғаның шығармашылық және кәсіби дербестігін дамыту идеялары, педагогика мен психологиядағы ізгіліктік дәстүрлер мен ой-пікірлердің әлеуметтік психологиялық қырлары бойынша ұғым қалыптастыруға арналған оқулық. Сіздерге ұсынып отырған мектептегі психология мәселелері әдістемелік көмекші құралы іздесе таптырмайтын мектептегі төменгі, орта, жоғары буын оқушыларының психологиялық дамуын қарастыруда көп септігін тигізеді деп үміттенеміз. Медиаэтика жас мамандар тәжірибесінен кітабы студенттер мен жас мамандарға медиа саласында кездесетін этикалық мәселелер шешу жолдарын көрсетуге арналған. Жұбаназарова мен Төлешованың денсаулық психологиясы оқу құралында денсаулық мәселесін зерттеген ғалымдардың еңбектеріне талдау жасалып, біршама тұжырымдамалар берілген. Психологияны оқыту әдістемесі оқу құралында психологияны оқыту әдістемесін зерттеген отандық, ресейлік, шетелдік ғалымдардың еңбектеріне талдаулар жасалған. Психологиялық кеңес берудің негіздері оқу құралы арқылы оқырмандар кеңес берудің қыр-сырларымен және жаңа терминдермен, ұғымдармен таныса алады. Шетелдік автор Шульцтың қазіргі психология тарихы кітабының 11-ші басылымы психология пәні бойынша қазақ тіліне аударылған санаулы еңбектерінің бірі. Психологияның пән ретінде қалыптасуынан бастап, ондағы түрлі ағымдар мен көзқарастарды, ойшылдардың жеке өмірі мен оған айтылған сын пікірлер арқылы баяндайтын оқулық аталмыш саладағы соңғы жаңалықтарды қамтиды. Тұлғаның рухани адамгершілік тәрбиесі оқу құралында руханилық, адамгершілік, рухани адамгершілік ұғымдарына анықтама берген шетелдік, ресейлік, отандық ғалымдардың еңбектеріне талдау жасай отырып, тұлға бойына рухани адамгершіліктің үлгісін қалыптастыруды қарастырады. Бұл оқу құралы басқару психологиясы курсынан оқылған дәрістер мен ұстаздық тәжірибелік жұмыстардың жемісі болып табылады. Құралда басқару іс-әрекетінің әлеуметтік теориялық негіздері, мазмұны мен құрылымы, субъект психологиясы, басқару іс-әрекетіндегі перспективті, реттеу, ойлау процестері және көптеген сапаларды анықтауға арналған әдістемелер мен сауалнамаларды қарастыратын негізгі оқулық. Жоғары мектеп психологиясы оқу құралында жоғары мектеп психологиясы пәні, міндеттері, әдіснамалық негіздері, кәсіби білім берудің психологиялық мазмұны, қызмет мәселелері қарастырылған. Құрметті оқырман, назарларыңызға ұсынылған психологиялық тақырыптағы кітаптарды кітапханамыздың алтын қорынан тауып оқи аласыздар. Келіңіздер, кітаппен танысып, рухани әлемнің қазынасынан қалыс қалмаңыздар.